серпімділік күші денеде деформациядан кейінгі пайда болатын күш және денені бастапқы қалпына келтіретін күшті не деп атайды екенбіз? Серпімділік күші деп атайды екенбіз. Яғни серпімділік күшті, демек бұ да күш екен. Бұ да күш болған соң, оны да біз F деген әріппен белгілейміз. Оның ерекшелігі мына индексіне серп деген сөзді бірге жазып қоюында. Бұның да өлшем бірлігі бізде ньютон екен. Яғни күштердің барлығының өлшем бірлігі бізде ньютон екен. Ньютон. Енді бұл серпімділік күштің пайда болу себебі неде? Яғни бұл пайда болу себебі бізде мына деформациясында екен. Яғни мысалға мына губканы төмен қарай белгілі бір күшпен бастық, F дейтін бір сыртқы күшпен, яғни сыртқы күш бұл жерде не болып тұр? Қол болып тұр, F сыртқы күш деп қояйық. Сыртқы күш қол болып тұр. Ал қайттан жіберіп қалатын болсақ, ол не істейді? Серпімділік күшінің әсерінен не істейді? Ол жоғары қарай көтеріледі екен. Демек, денелердің күш әсерінен формасы, мынаның формасы өзгерді, бізде губканың формасы мен көлемінің өзгеру, яғни мынаның көлемі не болды? Көлемі кішірейіп қалды, көлемі кішірейіп қалды. Осы көлемнің өзгеруі бізде не деп аталады екен? Бізде деформация деп аталады екен. Яғни ағылшынша deformation деп аталады. Енді деформацияланған дененің тығыздығы өзгере ме? Деформацияланған дененің тығыздығы өзгере ме, өзгермей ме? Оны формула арқылы білейік. Мысалға бізде, өшіп қалған екен. Тығыздық бізде жүрек, яғни М бөлінген В. Килограмм бөлінген метр куб. Өлшем бірлігі. Енді осы деформацияланған дене, деформацияланған кезде не өзгереді? Бізде көлемі өзгереді деп тұр, Демек, көлемі өзгеріске ұшыраса, яғни көлемі не істеді? Азайса, тығыздығы не істейді екен? Оның тығыздығы артады екен. Демек, не істейді екен? Тығыздығы өзгереді екен. Қалай өзгерді? Көлемі кішірейсе, тығыздығы артады екен. Ал массашы қалай? Масса өзгереме? Масса бізде ешқашан өзгермейді. Мысалға, өзің, анаңды құшақтадың. Анаңды қатты қысып құшақтадың. Анаңды құшақтағанмен анаңның массасы өзгермейді, Мысалға, тағы да бағанағы губканы былай қатты қысайық. Бұның массасы, яғни 200 грамм болса, 200 грамм күйінде қала береді. Демек, массасы өзгермейді деген сөз. Масса өзгермейді деген сөз, бұл жерде М тең константы деген сөз. Масса тұрақты, константы деген сөз тұрақты деген мағынаны білдіреді екен. Ал көлемі өзгереді екен, Көлемі не істеді бағана деформацияланғанда? Көлемі кішірейді. Кеттік, енді деформацияның бізде екі түрі бар екен. Серпімді және серпімсіз деген түрлері бар екен. Яғни ағылшынша эластик және пластик түрлері. Яғни серпімді, яғни сыртқы күштің әсері тоқтағаннан кейін қалпына келеді екен. Мысалға, бағанағы губканы қыстық, қайттан ол бастапқы қалпына келді. Демек, ол бізде серпімді деген сөз екен. Біз не дедік? Мынандай сыртқы күштің әсерінен қыстықта, бірақ ол не істеді? Мынандай F серп деген серпімділік күшімен сыртқа қарай жауап берді. Мынау былай қарай жауап берді, мынау былай қарай жауап берді. Серпімділік күшінің әсеріне жауап берді. Ал енді серпімсізге келейік. Серпімсіз сыртқы күштің әсері тоқтағаннан кейін қалпына келмейді екен. Мысалға, мынандай бір жұқа таяқты алайық, жұқа таяқ. Таяқты алып, мысалға,
бір бала осының екі жерінен былай майыстырып жатыр. Бүйтіп, мынаны былай майыстырғысы келді. Ол бір уақытта барып та не істеді? Сынып кетті. Яғни ол бастапқы қалпына келді ме? Бастапқы қалпына келген жоқ. Демек, бұл қандай не екен? Деформацияның түрі екен. Серпімсіз деформацияның түріне жатады екен. Ары қарай кеттік. Серпімді деформацияның түрлеріне созылу және сығылу жатады екен. Яғни біз мысалға ойындар бар еді ғой, бір пластикамен бір қоршақтар жасауға келеді, созылуға мысалға пружинаны алуға болады, мынандай пружинаны, оны созып қайттан сығуға болады, мынаны созуға болады, бит не істеуге болады, сығуға болады деген сияқты, осындай түрлері де бар екен. Ал ығысу дейді. Мысалға, мына суретке қарайтын болсаңдар, мына серіппен не істеп тұр? Мынау былай қарай ығысып, былай қарай бүйтіп ығыстыруға болады. Яғни серпімді деформациялар әртүрлі бағытқа қарай ығыса да береді екен. Созыла да алады, сығыла да алады екен, Ал тағы да не істейді? Мынандай серпімді нелер не істейді? Майыса да алады екен. Яғни мына пружинада не істеп тұр? Майыса алады екен. Яғни бұл созылу мен сығылудың біріккен түрі екен, майысу деген. Одан кейін серпімді деформацияның тағы бір түріне бұрауға болады, бұрауға болады. Мысалға, мына пружиналарды бұрап жіберіп қалса, ол қайттан қалпына келіп алады. Демек, ол не деген сөз? Серпімді деген сөз, Серпімдінің қандай түріне жатады екен? Бұралу деген түріне жатады екен. Яғни мына түрі де бар, Енді серпімділік, яғни күшінің пайда болу себебі неде? Не себеп пайда болады? Яғни атомдардың ара қашықтығы дейді. Мысалға, мына заттың ішінде бізде неше көп атомдар бар, мына атомдар. Осы атомдардың ара қашықтығы міне. Мысалға, алыс орналасқан болса, ол не істейді? Ара қашықтықтары өзгеріп, бір-біріне жақын орналасып қалды. Сол жақын орналасқан кезде, ара қашықтығын өзгерткенде, олардың арасындағы ара қашықтық, яғни тартылыс күштері де, олардың арасындағы күштер де өзгеріске ұшырайды емес па? Мына жердегі тартылыс күші аз болса, мына жаққа келген кезде тартылыс күші не болады? Көбірек болады, Себебі бір-біріне жақын тұр деген сөз. Және ұшырайды да, ол күштер денені бастапқы қалпына, яғни мына жері бүйтіп жабысты ғой, ол осындағы күштер не істейді? Оны бастапқы қалпына қайттан әкелтіруге тырысатын күшті біз не деп атайтынбыз? Серпімділік күші деп аталады екен, Серпімділік күш әрқашан бастапқы орнына қайтарғысы келетін күш, Жақсы, ары қарай кеттік. Серпімділік күшінің бағыты және әсер ету нүктесі дейді. Серпімділік күші жанасу, яғни жанасқан жерінде болады екен. Мысалға, мына күшік, мына тақтайдың тура мына жерінде отыр, Демек, мына жерге жанасқан нүктесі осы жер болып тұр, Жанасқан нүктесінде болады екен осы серпімділік күші. Содан бастапқы қалпына келтіруге қарай бағытталады екен. Оның бастапқы қалпы қай жерде болды? Бастапқы қалпы мұнда болды, Бастапқы қалпы түп-түзу болатын осылай. Кейін бүйтіп серпілгеннен кейін оның бастапқы қалпына келтіруге қарай не істейді екен? Бағытталады екен. Демек, бізде қалай бағытталады? F серіп осылай бағытталады екен. Серпімділік күші осылай қарай бағытталады екен. Мысалға, мына пружинаны да қараңдар, Бастапқы күйі ең баста ешқандай ештеңе теспеді, кейін мынандай кесекті қойды. Кесекті қойғанда мынау не істеді? Сығылды. Сығылған кезде серпімділік күш пайда болып жинап тұрды да, қайттан не істеді? Серпімділік күш әсеріне мынаны итеріп жіберді, Демек, серпімділік күші мына бастапқы нүктесіне қарай бағытталып тұр екен. Жалпы бағыты түсінікті, жоғары қарай бағытталып тұр. Қай жерден әсер етіп тұр? Сол жаққа қарай бағытталып тұр екен. Так, енді серпімділік
деформация үшін бізде қандай заңдылық орындалады екен? Гук заңы деген орындалады екен. Гук заңы, яғни бұл Гук деген ғалым осы серпімді деформацияны зерттеген үшін соның құрметіне Гук заңы деп атап кеткен екен. Енді деформация кезінде пайда болатын серпімділік күші, мына серпімділік күші дененің абсолют ұзаруы, яғни мына серіппенің ұзаруына және оның мынандай сығылуына тура пропорционал екен. Яғни ол ұзаруы, созылуы деген мынау бізде дельта X екен. Және деформацияланған бөлшектердің орын ауыстыруына қарама қарсы бағытталған дейді. Деформацияланған бөлшектердің орын ауыстыруына, яғни деформацияланған денеге қарама қарсы F серпімділік күші әсер етеді бізде. Енді ол серпімділік күші қатаңдығына да байланысты екен. Мысалға, мына пружинаның қатаңдығы, яғни қаттылығы әлсіз болса, оны итеру күші де не болады? Аз болады, яғни қаттылығы аз болған сайын серіппенің оны итеруде аз болады. Серіппе егер қатты болатын болса, оған кететін күште жоғары болады да, серпімділік күште жоғары болады екен. Оны максимум итеруге тырысады екен. Енді бұл серпімділік, яғни F серпімділік күшінің формуласы минус К дельта көбейтілген дельта X екен. К деп отырғанымыз серіппенің қатаңдығы екен. Қатаңдық коэффициенті деп атасақ та болады. Қатаңдық коэффициенті деп атасақ та болады екен. Мынау серіппенің ұзаруы, яғни мына тұста бізде бастапқы қалыпта болды, Мына тұста бізде бастапқы қалыпта болды. Кейін не істеді? Мына жерге дейін ұзарды. Демек, дельта X деген осы жер. Дельта X дегеніміз мына X соңғы ұзындығынан бастапқы ұзындығын азайтсақ, сол жердегі ұзарған, яғни серіппенің ұзарған түрін алуымызға болады екен. Яғни дельта X-ті алуымызға болады екен. Енді бұл жердегі серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі бізде не екен? Ньютон бөлінген метр екен. Ньютон бөлінген метр. Оны қалай алдық? Яғни бұл жерде К тең не болып тұр? Мына дельта X не істейміз? Мынаның астына жібереміз. Демек F серп бөлінген дельта X болады екен. Сонда К тең F серпімділік күші бөлінген дельта X. Сонда ньютон бөлінген метр болады екен. Өлшем бірлігі. Жақсы, ары қарай кеттік. Бұл суретте, яғни не істеген? Серіппенің қозғалысы көрсетілген. Бастапқыда не болды? Мына жерде 2 сантиметр. Мына жер сантиметрмен ала берейік. 2 сантиметр де болды. Ал кейіннен қаншаға ұзарды? Мына жүк қосқаннан кейін 4 сантиметрге ұзарды. Мына серіппе 4 сантиметрге ұзарды. Ал 3 жүк қосқан кезде не істеді? 6 сантиметрге өзгерген екен. Мынау 2 сантиметр, 2, 4, 6. Яғни мынаны қосқан кезде 8 сантиметрге дейін өзгерген екен. Яғни бір жүкті қосып отқан сайын не істеп отырды? 2 плюс 2 сантиметрге не істеп отырды? Қосылып отырды, Плюс 2 сантиметрге қосылып отырған екен. Енді қатаңдық коэффициенті неге тәуелді дейді?
яғни қатаңдық коэффициенті бізде оның жасалған несіне екен, материалына және де оның ұзындығына да байланысты екен, және көлденең қимасына да байланысты екен. Мысалға мына пружина өте мынандай жіңішке болатын болса, оның коэффициенті не болады? Қатаңдық коэффициенті де көп болады, иә? Қатаңдық коэффициенті көп болады. Ал мынау ұзын, үлкен болатын болса, бұның қатаңдығы да аз болуы мүмкін. Яғни бұл материалына да байланысты. Және мынандай көлденең. Мынау мысалға мынаның жаны көлденең деп аталады. Осы көлденең қимасына да байланысты, яғни тәуелді екен. Енді деформация кезінде пайда болады. Бетке перпендикуляр бағытталған дейді. Қозғалысқа кері, яғни қозғалысқа әрдайым кері бағытталады екен серпімділік күші. Және серпімді деформация кезінде Гук заңы орындалады, иә. Енді серпімділік күшін көрсетіңіз дейді. Біз мысалға саусақпен мына пружинаны былай қарай итеретін болсақ, сыртқы күшпен, иә, ол бізге қандай әрекетпен жауап береді? F серпімділік күшімен бағыты былай қарай әрекет етеді екен. Яғни бізге бағыты қай жаққа бағытталды? Мына жақты оң жақ деп аламыз, демек оңға қарай бағытталады деп жауабын жазады екенбіз. Енді серпімділік күшінің бағыттарын қарастырайық. Мына жерде бағана біз горизонталь бойынша алғанбыз, X бағыты бойынша. Яғни бұл X бағыты көбінде горизонт бағыты деп аталады. Горизонталь бағытта. Ал мынау бізде вертикаль бағытта, яғни тігінен Y осінде болатын болса, онда вертикаль бағытта болады екен. Вертикаль бағытта F ауырлық күші, мына жерде ауырлық күші былай төмен қарай бағытталып тұр. Бұл жерде басқа сыртқы күш жоқ. Бұл жерде тек қана мына цилиндрдің ауырлық күші әсер етіп тұр. Осы ауырлық күшке қарама-қарсы не әсер етіп тұр екен? F серпімділік күші әрекет етіп тұр екен. Серпімділік күшінің әрекеті сонда қалай болды? Сыртқа қарай бағытталды. Ал оны былай жазатын болсақ, мынаған жазатын болсақ, F серп деп осылай жазылады екен, екеуінің бағыты бізде қарама-қарсы бағыт болып қалды, Демек, мына әсер еткен күшке қарама-қарсы бағытталады екен серпімділік күштері. Яғни деформацияға қарсы бағытталады екен. Мінекей, қарсы. Мына жерде дәлелдедік, мына қызыл сызыққа көк сызық қарсы бағытталды. Енді суретте серіппенің ұзаруын сыртқы күшпен серпімділік күшін белгіле дейді. Бұл жерде енді сыртқы күш қалай бағытталып тұр? Мынау бізде бастапқы түрі, мынау бастапқы түрі. Мынау кейінгі, жүк ілгеннен кейінгі түр. Енді бұл жерде мына жүкті ілдік. Мына жүктің несі бар бізде? Жүктің ауырлық күші бар, солай ма? F ауырлық күші бар. Ауырлық күші не істеп тұр? Сыртқа қарай бағытталып тұр. Ал енді бұның серпімділігі қалай бағытталады? Бұл бастапқы орнына қайтқысы келеді де, не істейді? Серпімділік күші ішке қарай бағытталады. Ішке қарай серпіледі екен. Ішке қарай, яғни ауырлық күшіне қарама-қарсы серпіледі екен. Яғни дәл мына жерде де не болып тұр? Қарама-қарсы бағытта болып тұр. Мына жерде бағана серпімділік, бұл жерде де жоғары қарай бағытталған екен, Мына жерде де дәл солай жоғары қарай бағытталған екен. Серпімділік күші. Енді мына жерде L0 деді. Мысалға, мынау бастапқыда 5 сантиметр болсын дедік. 5 сантиметр болсын дедік. Ал ол ұзарды неге? 10 сантиметрге. Мына жерге дейін жалпы 10 сантиметр. Мынадан мынайға дейін өлшейтін болсақ. Ал оның ұзаруы, яғни мына жердегі дельта X-і, мына жердегі дельта X-ті біз қалай табамыз? Дельта X табу үшін, мына жердегі ұзындық табу үшін. Мына жердегі ұзындықты табу үшін не істейміз? Мына 10 сантиметрден 5 азайтасақ болды, Міне.
мынаны азайта салсақ болады. Сонда не шығады? 5 сантиметр шығады екен. Мына аралықта не болады? 5 сантиметр болады. 5-ке 5-ті қосамыз, жалпы 10 дегенді білдіреді. Демек, дельта иксіміз 5 екен. Бұл түсінікті. Ары қарай кеттік. Серпімділік күшінің әсер ету нүктесіне деп айттық, жанасқан нүктесіне байланысты дедік. Яғни әсер ету мына жерде жанасып тұр. Бұл жерде жанасып тұрса, осыдан басталады. Мынадан былай қарай F ауырлық күші, мынадан былай қарай не? F серпімділік күші бағытталады. Жақсы. Серіппенің қосылу, дене мен серіппенің қосылу нүктесі. Яғни дене мен серіппе қосылу нүктесі мына жерде тұр. Дене мен серіппенің қосылу нүктесі. Түсінікті. Енді мына есепті шығарып көрейік. Бұл жерде серіппе қатаңдығы 10.000 нано, нано деп болған ғой. Мынау бізде ньютон, 10.000 ньютон. Ньютон бөлінген метр. Қатаңдық деп тұр. Қатаңдық деген бізде К-мен беріледі. Демек, берілгенін дұрыстап жазып аламыз. Қатаңдық К-мен белгіленеді. 10.000 ньютон бөлінген метр екен. Ал ол 4 сантиметрге дейді. 4 сантиметр. Демек, дельта X аламыз. Дельта X тең 4 сантиметрге қандай күш әрекетінен ұзарады дейді. Демек, F-ті табамыз. F-тің формуласы қандай? Біз бірінші оны тауып басу үшін ХБЖ-ға келтіріп аламыз. ХБЖ-ға мынау айналып тұр, дұрыс. Енді сантиметр не істейміз? Метрге айналдырамыз. 4 көбейтілген оның -2 метр. Шешуі формула қандай еді бізде? F серпімділік күші тең -K дельта X болатын. F серпімділік күші минус қатаңдық қанша? 10-ның 4 дәрежесі деп алсам болады ма? 10-ның 4 дәрежесі. Себебі қанша 0 бар? 1, 2, 3, 4-тан 0 болғандықтан 10-ның 4 дәрежесі деп алдым. 10-ның 4 дәрежесі көбейтілген 4 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Тең 4 көбейтілген 10-ның дәрежелерді былай жазайын. Минус қала береді. 4 -2 болады. Сонда -4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесіндегі ньютон болады екен. Яғни -400 ньютон керісінше бағытталады екен. Яғни 400 ньютонмен серпіледі екен. Яғни біз берілген дұрыс жаздық, өлшем бірлігін ХБЖ-ға айналдырдық, Гук заңының формуласын жаздық, және серпенің қатаңдық коэффициенті, енді бұл жерде қатаңдық коэффициенті берілген, бізде міне қатаңдық коэффициенті деген мынау берілген, бізде не есептедік? Бізде серпімділік күшін есептеген болатынбыз. Енді мына графикті алайық. Енді көбінде бізде есептерде графиктік есептер келеді. Яғни біз бұл жерде не істейміз? Серпімділік күшінің формуласын жазылайық. F тең -K, F серп тең K көбейтілген дельта X болатын. Енді бұл жерде мына серіппеге, мына жерде қараңдар, мына серіппеге не істеген? 1 ньютондық, яғни 1 ньютондық ауырлық күші, ауырлық күші не істеп тұр? Төмен бағыттап тұр екен. Төмен бағыттап тұр. Оған қарсы әрекет ететін не болады мына жерде? F серпімділік күші қарсы әрекет етеді. Қарсы әрекет етеді. Енді мына жақта бізде ньютондар көрсетілген екен, F көрсетілген. Ал мына жақта міне сантиметр деп тұр. Демек, дельта X көрсетілген екен. Сантиметрмен. Енді бұл 1 ньютон болған кезде, 1 ньютонмен төмен қарай тартқан кезде, ол қаншаға жылжыған екен мына жерде? 2 сантиметрге жылжыпты. Яғни 1 ньютонда не болды? 2 сантиметрге жылжыды дегенді не істеді? Мына графиктен не істейді?
бізде белгілеуді білеміз, бірден бастап былай точка қоямыз да мына жерге қойып аламыз. 2-ден 1 мен 2-нің тура точкасын жазады екенбіз. Яғни 1-де 2, 1-де 2, яғни x, y деген сияқты. Мына жерде наоборот болып тұр екен ғой. 2-де 1 болып тұр, яғни x, y нүктесінде тұр деген сөз. Демек, мына жерге дейін мына 0 мен қосса, яғни f-тең k-ның орнына 0 берсек, немесе дельта x-тің орнына 0 берсек, бастапқада 0 сантиметрде тұрды ғой, енді мына жерде, мына жерде 0 сантиметрде тұрды. Демек, 0 сантиметрде тұрды десек, ол жерде 0 ньютон әсер етіп тұрды. 0 ньютон әсер етті деген сөз, мына нүктеден 0 нүктесінен басталады деген сөз. Әрқашан 0 нүктесінен басталады. Демек, оның графигі не болды бізде? Оның графигі f ньютон дельта x сантиметр. Мына жер 0-ден басталды. Мына жер 1, 2, 1. Сонда 2 болған кезде 1 ньютон болады екен. Мына нүктемен аяқталды. Демек, мына 2 ньютон қосасызға, осы бізде осының графигі шыға келеді екен. Яғни 1 ньютонда 2 сантиметр ауыстырған кездегінің графигі шыға келді. К деген. Енді ары қарай кеттік. Мына екінші суретте тағы не істеген? Бағана 1 ньютон емес, енді 2 ньютон қосқан екен. 2 ньютон қосқан кезде, бағана міне 1 ньютон қосқандағысы, енді 2 ньютон қосқан кезде қаншаға өзгерген екен? 4 сантиметрге өзгерген екен. Демек, не істей салған? Жай ғана 2 мен 4-тің ортасын белгілей салған екен. Сөйтіп 0 нүктесінен бастап жүргізіп, мынандай сызық алған екен. Бұны біз өзіміз сызатын болсақ не болады? Былай саламыз. F ньютон дельта x сантиметр. Бұл 0-ден басталады. Мынау бастапқада 1 болған. 2, 3, 4, мына жер бізде 2. Енді 2 мен 4 болды мынау екінші нүктесі. Мынау бастапқада бірінші нүктесі. Мынау вообще бастапқада болды. Енді осыларды қоса салатын болсақ, осындай түзу сызық пайда болған екен. Осылай кете береді. Енді 3 ньютон қоссақ не істеді? Дәл солайды осы жерге пайда болған екен. 3 ньютон жүктелдік 6 сантиметрге өзгерген екен. Яғни арасы не болып жатыр? Плюс 2 сантиметрден қосылып отыр, плюс 2 сантиметрден қосылып отыр. Ал енді мына жерде де дәл солай плюс 2-ден қосылып отырды да 4 ньютонда 8 ньютонға барды. Енді 6 сантиметрге барғанда қараңдар. Вот міне. 5 ньютон. 5 ньютон күш қосты, Міне 5 ньютонда 5 ньютон күш қосты, бірақ қарасаңдар, не істеді? Сәл түп-түзу кетіп бара жатқан сызығымыз, міне. Мыналардың ортасынан кетіп бара жатқан сызығымыз не істеді? Күрт мына жерден ауытқады, мына жерін қарайтын болсаңдар, мына жерге қарайтын болсаңдар, тура ортасынан емес, күрт ауытқады. Демек, бұл серппе өзінің қатаңдығынан не істеді? Міне, графиктен серпімділіктің шегін көруге болады дейді. Яғни шегінен асып кетті уже. Серпімділік күші әрекетін не істеді? Тоқтатты. Яғни бұл не істеді? Серппен өте тым қатты қатаңдық коэффициентінен асырып сол жерсең, яғни 5 ньютон, мынаның негізгі тарту күші 4 ньютон болды. 5 ньютон қылып жіберіп едік, не істеді? Өзінің қатаңдығынан кішкене айырылып қалды. Яғни мына жерге келді, қатаңдығынан сәл ауытқып қалды, Ауытқып қалғандықтан мына жер кішкене қисайып кетті. Бұл жерде не болды? 5 сантиметрде 11 сантиметрге дейін ұзарып қалған екен. Яғни бұл жерде бағанадан бері не істеді? Плюс 2 сантиметрге ұзарып отқан. Мына жерде 1 сантиметрге ғана ұзарып қалған екен. Яғни одан ары қарай серпілмейді деген сөз. Ары қарай серпілмейді. Енді кеттік. Енді 6 ньютон қосқан кезде не болды? 6 ньютон қосқан кезде вообще 15 сантиметрге дейін ғана максимум не істеді? Соза алған екен. Одан ары қарай уже оның мынау мысалға серпімділігінің әсерінен бұл бастапқы мынандай күйіне келмей, кішкене созылған күйінде орында қалады деген сөз. Мына жерде айналып кетті деген сөз.
сонда 1 ньютонда 2 сантиметрден міне 2 сантиметрден қосылып отырды. 2 сантиметрден мына жерде не болды? 3 сантиметр қосылды. Мына жерде 4 сантиметр қосылған екен. Мен мына жерде қателесіп кетіппін. Мына жерде 4 сантиметр қосылған екен, ары қарай уже ұзарып кетті деген сөз. Жақсы, енді серпімділік күшінің ұзаруына тәуелділігі дейді. Енді қарасаңдар, мына жерде дельта L мен белгіленген, бұл жерде дельта L мен белгіленді не, дельта X пен белгіленді не, бірдей. Яғни оның өлшемділіктері метрмен алынса болды. Екеуінде ала беруге болады. Яғни бірінші ашқан осы Роберт Гук болғаннан кейін соның атымен Гук заңы деп аталып кеткен екен. Яғни Гук заңының формуласы қайсы десе, F серп тең минус К дельта X деп айтасыздар болды. Немесе F серп тең KX деп те айта берсеңдер де болады. Бірақ бізде міндетті түрде дельта X. Яғни бұны кішкене үлкен сыныпқа барғанда дельта X-тің кішкене көбірек есептер шығаратын боламыз. Қазірше осылай жаттап алсаңдар жеткілікті. Енді пропорционалдық коэффициент бұл К бұл заңда, яғни дененің қаттылығы немесе қатаңдығы, яғни қатаңдығы деп те аталады. Қатаңдығы, яғни ол біз не деп айттық? F бөлінген дельта X деп айттық. Яғни ол бізде неден шығып тұр? F тең К дельта X-тен шығып тұр екен. Мына жердегі серп дегенді ұмытпаймыз. Серпімділік күшінікі. Дене қаттылығы тәуелді дененің несіне екен? Формасына, өлшеміне, дененің жасалған материалына байланысты. Мысалға, мына диван, диванда секірсең, қайттан серпімділікпен жауап беретін дивандар бар, кейде жауап бермейтін, серпімділік күшімен жауап бермейтін дивандар да бар. Енді мына жерде де ауырлық күші не істеп тұр? Төмен қарай бағытталып тұр. Серпімділік күші не істеп тұр? Жоғары қарай бағытталып тұр екен. Ауырлық күшінің формуласын білесіңдер. Жақсы, осымен серпімділік күшін аяқтаймыз. Серпімділік күшіне бір мысал есеп шығара кетейік. Серпімділік күші мысал ретінде мынандай серппе берілген. Мынандай серппе берілген. Осыған мысалға 2 ньютон күш әсер етті дейік, төмен қарай. 2 ньютон күш әсер етті. Ол серппе мысалға мына жерде 2 сантиметрге ұзарды дейік. Оның қатаңдық коэффициентін табу керек. Яғни берілгенде не болып тұр? 2 ньютон ауырлық күші болса, соған әсер ететін не? F серпімділік күші де дәл соған тең болады екен. Яғни F ауырлық күші бұл жерде неге тең болып тұр екен? F серпімділік күшіне тең болып тұр екен. Себебі мына жердегі F серпімділік күші тең дедім F ауырлық күшіне. Себебі мынаның арасында теңдік бар деп ойлаңдар. Мынаның арасында нүктеден кейін теңдік бар деп ойлаңдар. Сонда F серпімділік F ауырлық күшіне тең. Яғни мынаны қанша ньютонмен тартсаң, сонша ньютонмен серпіледі деген сөз. Демек, серпімділік күші неге тең дедік? 2 ньютонға тең. Енді дельта X-іміз неге тең екен? 2 сантиметрге ұзарған екен. К-ны табу үшін не істейміз? К-ны табу үшін бірінші формуланы жазамыз. F тең К дельта X. Мына жерде серп дегенді ұмытпаймыз. К тең F серп бөлінген неге? Дельта X-ға. К тең 2 ньютон бөлінген не болады? 2 сантиметрді ХБЖ-ға айналдыру ұмытпаймыз. 2 көбейтілген оның минус 2 болады. 2 көбейтілген оның минус 2. Енді осы жерде лайфхак. Ладно, 2 ньютонмен қысқартып жіберейік. Сонда не болады? 1 бөлінген оның минус 2 дәрежесі болады. Мына минус 2 деген үстіне оның плюс 2 болып көтеріледі екен. Сонда ол 100 ньютон бөлінген не болады? Метр болады. Себебі мынаған қарап жазыламыз. Ньютон бөлінген дельта X-тікі немен белгіленеді әрдайым? Метрмен белгіленеді.
сонда ньютон бөлінген метр. Жауабы 100 ньютон бөлінген метр екен. Так. Тағы бір есеп шығарып көрейік. Енді ұзындығы дейді. Ұзындығы 7 сантиметр болсын. Қатаңдығы 30 ньютон бөлінген метр болсын. Және де ол F 6 ньютон күш әсерінен ол қандай ұзындықта болады? Мынау бастапқы ұзындығы, бастапқы ұзындығы 7 сантиметр. Кейінгі ұзындығы қандай болады дейді, бір деп қояйын. Кейінгі ұзындығы қалай болады? Мысалға, мынау пружинаны алсайық, пружина бастапқыда не дейді? 7 сантиметр болып тұрған дейді. Кейін мынаған жүк ілдік 6 ньютондық, ойбай, кішкене ұзартайын. 6 ньютондық жүк ілдік. Сол кездегі мына жердегі ұзындығы дельта x қанша болды дейді. Оны өлшеу үшін не істейміз? Жоқ, ол дельта x-ті сұрап тұрған жоқ қой бізде. Қаншаға ұзарды дейді, қанша сантиметрге ұзарды деп тұр. Қанша сантиметрге ұзарды десе, мұнан табуымыз керек, мына жалпы. Енді бұны табу үшін біз не істейміз? Бірінші формуланы жазып аламыз. Мына жерде ХБЖ-ға айналдырып тұр ма бізде? ХБЖ-мыз 7 көбейтілген 10 минус 2-не мынаны шешуі деп қояйық. Метр. Мына жерде қалғаны аударылып тұр. Шешуі бізде формула F серп тең минус К дельта X. Енді дельта X-ті ашып жазайық. F серпімділік тең минус К. Дельта X дегеніміз не еді? Дельта X дегеніміз соңғыдан бастапқысын азайтқанға тең. Мына соңғы ұзарғаннан x0 азайтсақ, мына жердегі не шығады? Дельта X шығады, Сонда x минус x 0 болады. Сонда не істейміз? Мыналардың орнына қоя саламыз енді. F серпімділік күшінің орнында не тұр? 6 ньютон тұр. Тең минус К-ның орнында 30 тұр, X-тің орнында бар ма бізде? X-тің орнында ештеңе жоқ, сол үшін X-тің өзін жазамыз. X0-дің орнында не тұр? 7, яғни мұнаның ауысқан түрін деген жазамыз. Сонда 7 көбейтілген 10 минус 2. Енді жазамыз 6 тең минус 30x плюс, мына минус пен минус плюс болып кетті. Сонда мынаны көбейтетін болсақ неше болады? Мынаны көбейтсек 210 көбейтілген 10 минус 2 дәрежесі болады, Мына 30-ды 7-ге көбейтім 210, оның минус 2 дәрежесін артына тіркей салдым. Енді не істеймін? X-ті мына теңдіктің мына шетіне қалдырайын. Сонда 6 минус мынаны жылжытатын болсам 2,1 болады, 2,1, мынаны бірден айналдыра салдым. Сонда 2,1 болды. Тең минус 30x. Мынадан азайтсам қанша болады? 3,9 болады. Тең минус 30x. X тең 3,9-ды не істеймін? 30-ға бөлемін. Сонда 0,1 3 болады, солай ма? Міне 3,9-ды 30-ға бөлсем 0 бүтін дедім, сонда 0 болып кетті. 1-ді қоятын болсам 30, мынау 9, 90 болды. 3-ті қойсам 90. 13 метр, немесе 13 сантиметрге ұзарды деген сөз. 13 сантиметрге ұзарды. Түсінікті ғой, Егер сұрақтарың болса, менің жекеме шығып